Сонымен Гонолулу, Гавай штатының астанасы. Неліктен штат? Гавай Америка құрама штаттарының штаты ма? Алоха! А? Не? Нотель! Гавай тілінде алоха сәлемдесу. Амандық, саулық пен береке тілеуді білдіреді. Ендеше, өзіңе де алоха, Мобика. Үстіне не киіп алғансың? Бұл лей гавайлық гүл алқа. Бұрын оны тек гавай көсемдері тағатын болған. Ал осы күні туристер оны құрмет белгісі ретінде киеді. Мереке күндері барша жұрт тағып алады. Әдемі екен. Гавайда апатқа ұшыраған кемелер жағажайы бар. Ол жерден қазына тауып алуға болады. Ого! Апатқа ұшыраған кемелер мен қазына дейсің бе? Иә, бұл жағалауда кедер тастар көп болғандықтан, кемелер апатқа жиі ұшырап отырған екен. Кейде толқын түрлі көне заттарды жағалауға алып шығады. Судағы тіршілікті зерттесе ғой шіркін. Ол үшін су өтпейтін қап табуымыз керек. Мобика! Бір шама қазына тапсақ, корпусымды алмастыра алам ба? Сірә солайын, Нотель. Бірақ қазынаны қайдан іздемекшісің? Апатқа ұшыраған кемелер жағажайында. Алоха, адасып қалдыңдар ма? Жоқ, су өткізбейтін қап іздеп жүрміз. Серфинг тепкілерін келе ме? Бізбен жүріңдер. Жоқ, судағы тіршілікті зерттемекшіміз. Мұндағы су асты әлемі өте қызықты. Менің атым Каноа, ал бұл Пико. Алоха! Алоха! Мен Нотельмін, ал бұл Мобика. Бізде су өткізбейтін екі қап бар. Су асты тіршілігін зерттеуге бұдан артығын таба алмайсыңдар. Жүріңіздер. Іске сәт. Рахмет. Ого! Ал, не тұрыс? Жүр! Су асты әлемі ғажап. Әрі сан алуан. Мына балықтар да сондай сүйкімді. Мына балықтарды қараш, әп-әдемі. Рас, көбелек балықтар үйірімен жүзеді екен. Дайверлерді де жатырқамайды. Сәлем! Алоха! Олар біздің тілімізді түсінбейтін шығар, бірақ оларға ұнап тұрғанымыз анық. Қараш, Мобика! Суға батқан кеме. Көп уақыт бұрын батқан секілді. Мобика, қараш! Қазынаны тапқан секілдіміз. Бұл не? Бұл алып шаян балық. Нотель, қабың тесіліпті. Шұғыл түрде судан шығуымыз керек. Ал қазынаны қайтеміз? Егер су өтсе, бұзылып қаласың. Қазір құтылып шығады. Нотель, саған не болды? Нотель, аман бысың? Не боп қалды? Каноа, сендер қайдан жүрсіңдер? Бұл жағалау қауіпті шығар деп ойлап, жағдайларыңды білмекші болып келдік. Нотельге не болған? Су астында алып шаян балыққа тап болып, ол Нотельдің қабын тесіп жіберді. Не істеу керегін білем. Мына шынларды не үшін алған? Су астында көзімізге асыл тастар секілді көрініп еді. Ол есін жия ма? Әрине, күріш оның микросхемасын құрғатып, ал күн бойын жылтып кептіреді. Саспа, бәр жақсы болады. Көмектерің үшін мың алғыс. Нотель, аман қалдың. Қазына,